Мансұр патша. Ертеде Сайрам шаһарында жасы 80-нен асқан Мансұр деген патша болыпты. Бірде Бұхара патшасы Самани екеуінің арасында соғыс өрті тұтанды. Самани жеңіп, Мансұр зынданға түсті. 7 жылдан соң Мансұрдың Маржан деген жалғыз қарындасы іздеп келіп, Саманиден рұқсат сұрап, ағасына жолығады. Самани рұқсат бергенімен де сенбей, ізіне тыңшы салып қояды. Маржан ағасымен көріскен соң Мансұр былай дейді: көшеде жұрт топталып жүрме? Медреседе шәкірттер көп пе? Тауда қар қалың ба? Қыратта шие самсып тұрма? Тыңшы дереу жеткізеді. Самани түк түсінбейді. Басы қатқан соң Мансұрды алдырып: сен зынданда жатсың, жұртың маған қарайды. Тағдырың менің ишарама байлаулы. Қаласам, қазір-ақ дарға тартам. Ақыреттің сұрағына дайындалмай, көшедегі халық пен таудағы шиені сұрағаның қайсасқаның, деді. Сонда Мансұр: 7 атасын білгенер 7 жұрттың қамын жер деген. Мансұр бір күндік, жұрт мәңгілік. Халық Құдайдың бір аты. Шаһардың хәкімі әділ болса, халқы бәділ болмайды. Жұрты жәбір көрмейді. Жәбір көрмегендер адамнан кәпір көрмейді. Егер патша әділ болмаса, ел екіге жарылады. Тоғышарлар той-тойлап, биін билейді. Залымы момынды қамырдай илейді. Жеген ауыздар жаласып, ылаққан иттей күйлейді. Бұған ызалы халық жасырын жиын қылады, тұрмысты қиын қылады. Бүлік шығаруға оқталып жүреді, көшеде топталып жүреді. Ал жеке-жеке жүрсе, ел іші қауіпсіз деген сөз. Әр момын өз шаруасымен әуре. Ел жұртым осындай апаттан аман ба деп, хәкімнің халін сұрадым, деді. Самани сасып қалды. Бұхарада топтасып жүретін жұрттың қарасы көбейіп қалған еді. Онда да сыр бермей: ал шәкірттерді неге сұрадың? Деді. Жаңбыр менен жер көгереді, дұға менен ел көгереді. Медреседегі мұриттер зікір, намаздан соң елдің амандығына дұға жасайды. Дұғадан дәметкен жұрт жұмадан қалмайды, жын ойнаққа бармайды. Арамды аузына алмайды, елге іріткі салмайды. Кергеткен ел баласын ұрлыққа баулайды, ілгері кеткен жұрт баласын ілімге баулайды. Сондықтан жұртымның берекесін ілімнің шырағынан іздедім, деді. Самани патша тағы да сасып, іші алай-дүлей болса да білдірмей: ал таудағы қарда несің бар? Деді. Суы молдың нуы мол. Сайрам халқын таудағы қар асырайды. Диқаншылар еңбекте ерінбейді, тұрмыста тіленбейді. Қардың жайын ұқтық, шиеден не сұр тұттық? Шие оң болса, дәнді дақыл мол болады. Біздің ел тары, бидай, жүгері, арпа өсіреді. Құстар көктемде кеп қояды, піскенше шоқып жеп қояды. Тауда шие көп болса, құстар сонымен тоқ болады. Ашаршылық жоқ болады. Халқымның қырманын шиенің аз көбімен бағамдадым, деді. Мансұрдың соңғы сөзі Самани патшаның көңіліндегі қараңғы пердені жыртып жібергендей болды. Бейне бір көңіліне сәуле түсіп, кеудесі кеңіп сала берді. Оның қасында өзін балиғатқа толмаған шикі өкпедей сезінді. Жер шұқып отырып қалды. Бір кезде жалын ата күрсініп: 30 жыл тақта отырдым, бұлбұлды бақта отырдым. Жұртымды зар илеттім, залымдарға ел билеттім. Сен сияқты даналарды зынданға тастадым. Ақымақ ақындарға өзімді мақтаттым. Сен алғыс арқаласаң, мен қарғыс арқалаппын. Әрісті иесіне тапсыр деген. Мен білсем, мына таққа лайықты патша екенсің, деді де басындағы алтын телпекті Мансұрға кигізді. Яссауи феномені. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.